Сәлем достар, шәйнектің астына қоятын салфетка тоқиық. Мен ашық розы және қызыл түсті алдым. Жібімізді алып осылай түйін жасап аламыз. Одан соң 3 воздушный петля шығарамыз. Енді бастапқы түйін домалақтан столбиктер тұрғызамыз. Бұл салфетканың бірінші қатары бізге 15 столбик тұрғызу керек. Столбиктер шығардық, енді қатарды біріктіреміз. Бастапқы 3-ші воздушный петлядан жіпті кіргізіп алып шығарамыз. Сырттан жіп алып, екеуін бірге біріктіріп қосамыз. Екінші қатарда мен қызыл түспен жасаймын. Ол үшін видеода көрсетілгендей етіп, екі түсті біріктіріп байлаймыз. Екінші қатарға көтерілеміз. 3 воздушный петля жасаймыз. Бастапқы бірінші воздушный петлядан 1 столбик шығарамыз. Енді әрбір столбиктерден 2 столбиктер тұрғызамыз. Яғни әр қайсынан 2-2-ден шығарамыз, сонда бізде екінші қатарда 30 столбик шығу керек. Столбик көтердім, екінші қатарды қосамын. Үшінші қатарды мен розовый түспен алдым. 3 воздушный петля жасап, үшінші қатарды көтеремін. Енді бастапқы бірінші петлямыздан 1 столбик көтеремін. Келесі столбиктен 1 столбик шығарамын. Келесінен біреу шығарамын. Ал үшінші петлядан 2 столбик шығарамын. Келесіден 1 столбик. Келесіден 1 столбик. Ал үшіншіден 2 столбик шығарамын. Міне, бастапқы воздушный петлядан біреу шығардым. Келесіден біреу, үшіншісіден 2 столбик. Біреу, одан кейін үшіншісінен қазір 2 столбик шығарамын. Осылай қайталап, үшінші қатарды осылай жасаймыз. Қатарымыз бітті. Енді қосамыз. Үшінші воздушный петлядан жіпті шығарамыз. Сырттан бір жіпті алып, іліп қосамыз. Мен 4-ші қатарды қызыл түспен жасаймын. 3 воздушный петля жасап, 4-ші қатарға көтерілемін. Бастапқы 1-ші петлядан 1 столбик шығарамын. Келесі петлядан 1 столбик. Одан кейінгіден тағы 1 столбик. Ал 3-ші петлядан 2 столбик шығарамын. Жаңағы 3-ші қатар сияқты 4-ші қатарымызды тура солай қайталаймыз. Міне, бастапқы воздушный петлядан 1 столбик, одан кейін біреу, одан кейін 1 столбиктен 2 шығардым. Біреу, одан кейін үшіншісінен 2 столбик шығарамын. Осылай 4-ші қатарда аяқтаймыз. Төртінші қатарды қосамыз.
5-ші қатарды розовый түспен алдым. 3 воздушный петля жасап көтерілеміз. Ал енді әр қайсынан бір столбик тұрғызып шығамыз. Осылай барлығынан бір столбиктен тұрғызып шығамыз. 6-ші қатарды да осылай қайталаймыз. Соңғы 5-ші 6-ші қатар бітті. Ал соңындағы жіпті алып, осылай біріктіріп түйеміз. Шайнектің астына қоятын салфеткамыз дайын. Егер видео ұнаса, каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода балаларға арналған нәски тоқимыз.